Шар таңдау әдісіне байланысты берілген есебіміз жалпы 10-шы класстың мат сауаттылығына сонымен қоса 6-шы сыныпта оқушылардың шарап жатқан есептердің бірі жалпы логикасы өте қарапайым. Қараңыздар, жақсылап түсініп алыңыздар. Сумкада 3 ақ түсті, 3 қара түсті және 4 көк түсті қарындаш бар дейді. Қараңғыда ең кемінде неше қарындаш алса, олардың бірдей түсті 2 қарындаш болу мүмкіндігін табыңыз. Бұл есепті шығару үшін жалпы ең жаман жағдайды қарастырамыз. Қараңызда, сіз жаңағыдай попыткаларды пайдаланған кезде міндетті түрде гарантия беруіңіз керек бірдей түсті 2 қарындаш шығуына. Бірінші мүмкіндікте шығуы мүмкін ақ түсті, екінші мүмкіндікте де тағы да ақ түсті шығуы мүмкін. Осы 2 попыткада орындалуы мүмкін, бірақ біз оған гарантия бермейміз ғой. Біз гарантия беруіміз керек және бұл есепте бірдей түсті 2 қарындаш болуына. Ол үшін қалай шығарамыз? Бірінші мүмкіндікте алған біздің қарындашымыз ақ түс шықты деп ойлаймыз. Екінші мүмкіндікте біз қара шықты, үшінші мүмкіндікте бізде көк шықты деп ойлаймыз. Ал төртінші мүмкіндікте осы 3 қарындашың міндетті түрде біреуі шығады. Мысалы, қара шықты деп ойласақ, төртінші мүмкіндікте уже бізде бірдей түсті 2 қарындаш шықты. Ең кемде неше мүмкіндікте пайдаланып таптық бұл есептің шешімін? 4 мүмкіндікті пайдаланып. Жалпы есеп смыслы түсінікті деп ойлаймыз сіздерге. Давайте осы есепті былай өзгертіп көрейікші онда. Сумкада 3 ақ түсті, 3 қара түсті және 4 көк түсті қарындаштар бар. Қараңғыда ең кемінде неше қарындаш алса, бір және де олардан бір қара түсті қарындаш болу мүмкіндігін тап дейді. Бір қара түсті қарындаш шығу керек. Бұл есепті қалай шығарамыз? Дәл солай жаңағыдай ең жаман жағдайды қарастырамыз. Ол қалай бізде жаман жағдай дегеніміз? Біз алған, мысалы, бірінші попыткада бізде ақ шығатын болса, екінші попыткада қара шықпауы мүмкін. Бірақ біз оған гарантия бермейміз ғой. Гарантия орындалу үшін біз бірінші мына қарындаштарды алып аламыз. 3 рет ақ қарындаш аламыз, 4 рет көк қарындаш алып тастадық. Енді сумкада тек қана 3 қара түсті қарындаш қалды. Келесі 8-ші мүмкіндікті пайдаланған кезде, міндетті түрде бізде қара түсті қарындаш шығады. Оны біз неше мүмкіндікті пайдаланып таптық? 8 мүмкіндікті пайдаланып таптық. Бұл ең кемінде. Және бұған біз гарантия береміз. 8 мүмкіндікте міндетті түрде қара қарындаш шығуына.